Бірге өскен дос екен. Алматыда тай боксынан әлем чемпионы Әли Серік пышақ жарақатынан қайтыс болды. Ұсталған күдікті 20 жастағы марқұмның бірге оқыған сыныптасы болып шықты. Әлемдік талай додада көк туымызды желбіреткен жігіттің жақындары күдіктінің қатаң жазаға тартылуын талап етіп отыр. Тілшіміз Нұртілеу Жылқышыбай қара жамылған отбасында болып қайтты. Қайғылы оқиға күні кеше Шұғыла шағын ауданда болды. 20 жастағы спортшыны 11 жыл бірге оққан сыныптасы осы төңіректе пышақтап тастаған. Кеуде тұсынан жарақатын алған Әли Серіктің демі дәл осы жерде үзілді. Кешқұрым болған қылмысты көрген көз көп. Қансырап жүгіріп құлады осы жерде. Прям осы жерде. Осы жерде құлады, екі жігіт қашты, артынан бір бала қуды. Осым қашты, осым талалмай келтіп, екі бөлі жігіт келді. Кәдімдей тірі жатқанысы прямо көз алдында өлді қалды. Спортшының кеудесіне пышақ салған, онымен тай құлындай тебісіп өскен досы болып шықты.